Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз ас содасының пайдасы мен зияны туралы болмақ. Кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермейтін ас содасын 18 ғасырдың соңында француз химигі Леблан ойлап тапқан. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық өнеркәсіпте, тіпті металлургияда да пайдаланады. Үй шаруасында да ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде сода түрлі бәліштер пісіру үшін қопсытқыштың орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып, тез дайындау үшін және де ыдыс-аяқ жуу үшін пайдаланылады. Айта берсек, оның кәдеге асар кезі көп. Енді оның қасиеттеріне тоқталар болсақ, жүрек тарсылдап қатты соққан кезде де жарты шай қасық соданы тілдің астына салып қою керек. Ауыр жарақаттанғанда, тамақтан уланғанда немесе көп мөлшерде қан жоғалтқан жағдайда жарты шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық тұзды 1 литр қайнаған суға ертіп, әр 5 минут сайын 1 ас қасығын ішіп отыру керек. Ас содасының қан қысымын түсіруге де септігі зор. Ол денедегі артық ылғалды шығарып, қан қысымының төмендеуіне көмектеседі. Жөтеліп жүрген адам жатар алдында 1 стакан қайнаған сүтке 1 шай қасық ас содасын салып ішу керек. Сүт ішпейтіндер 1 литр қайнаған ыстық суға 1 ас қасық ас содасын ертіп, тамағын буласа жөтелі кетеді. Баспа кезінде 1 стакан жылы суға 2 шай қасық ас содасын салып, күніне 5-6 рет тамағын шайса, тамақтың қызарғаны басылады. Тұмауратып ауырғанда адамның мұрнынан су ағатыны белгілі, сондайда күніне 3-4 рет сода ертіндісін тамызу керек. Көз бұлшықтанған кезде ас содасын суға салып мақтамен сүртсе, көз тазарады. Саусаққа жара шығып, іріңдеп, қабыну байқалса, жарты литр жылы суға 2 ас қасық ас содасын ертіп, саусақты батыру керек. Ауырған саусақты осылайша күніне 3-4 рет батырса, іріңі басылады. Тіс ауырмау үшін ауыз қуысын ас содасын қосылған сумен шайып отыру керек. Ас содасының сабынның көбегімен араластырып, аптасына 2 рет жуса, бетті жасартып, өлген жасушаларды қалпына келтіреді. Көп терлейтін адамдар күнделікті таңертең ас содасы қосылған суға мақтаны батырып, қолтығын сүртсе, күні бойғы жағымсыз иістен құтылады. Көп жүргеннен аяқ талып ауырғанда 5 ас қасық соданы 10 литр суға ертіп, 15 минут аяғын салып отырса, аяқтың шаршағаны басылады. Алайда ас содасын пайдаланғанда оның әкелер мол пайдасы мен зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түріндегі содада сұйық түріне қарағанда қасиеті көп. Ұзақ уақыт терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ сода көзге тисе немесе иіскеген болса, күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақпен ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Ас содасының қасиетін жақсы біліп пайдалана алатын адамға зиянынан гөрі пайдасы көбірек тиеді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Көріп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.